Сіздермен мен қалай ағылшын тілін үйреніп жүргенімді және араб тілімді қалай ары қарай дамытып жүргенімді, өзімнің қолданып жүрген жалпы тәсілімді айтқым келеді. Әркімнің тәсілі әртүрлі. Өзіме ыңғайлы көретін тәсілді сізбен бөліскім келеді. Мен мысалы араб тілін дамытуда Ан-Назарат деген кітапты оқып жатырмын. Яғни ол араб тілі әдебиеті. Маған таныс емес болған сөздерді 15 сөзге шейін өзіме жазамын дәптерге. Қанша 15 сөзге дейін менде сөйлем яғни ұзарады ғой. Сол сөйлемді қайта-қайта оқи беремін. Сол жаттаған 15 сөзіме қоса. Сол сияқты ағылшын тілінде де қазір мысалы Гарри Поттер кітабын оқып жатырмын. Өзіме жаңадан кездескен сөздердің 15 сөзін дәптерге жазып аламын. Сол 15 сөзді 4-5 рет қарап қайталаймын да, сосын сөйлемді оқимын. Екінші күні қайтадан 15 сөз жазамын, сондағы сөйлемді оқимын. Үшінші күні сөйтіп әрбір 15 сөзден жазыла береді. Сол кезде уже сөйлемде ұзара береді, себебі оққан сайын бұрында жаттаған сөздер кездесе берумен. Сол менің тәсілім, сіздермен сол тәсілмен бөліскім келді.